ұйымдастырылған оқу қызметі сауат ашу негіздері сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын қане бәріміз орнымыздан тұрып, шаттық шеңберін жасап берейік. Қомалақ болып шеңберді тұра қалыңдар. Тез-тез маршал, тез-тез. Қомалақ болып шаттық шеңберді тұра қалыңдар. Тез-тез-тез. Шамын дөңгейлер ады. Тұра қаламыз. Әлихан қосыл. Біздер жақсы баламыз, өстіп ақыл санамыз, қонақтармен демалып, амандасып аламыз. Орнымызға шыдамыстан отыра аламыз. Әдісі арқылы өткен тақырыптарды бір еске түсіріп аламыз. Ахмет, сауат ашу сабағынан не үйренеміз? Дұрыс, әріптерді не істейміз? Оқуды, жазуды үйренеді екенбіз. Жарайсың отыра ғой. Нұрсила, дыбыс дегеніміз не? Дұрыс, дыбыс дегеніміз дауыссыз, дауыссыз болып екіге бөлінеді. Және тағы кім толықтырып өтеді? Дыбыс дегеніміз не? Айта қой, құдай берген. Дыбыстарды не істейміз? Естиміз, айтамыз. Дұрыс, жарайсың, отыра қой, құдай берген. Әріп дегеніміз не? Раяна, айта қой, әріп дегеніміз не? Дұрыс, әріпті көреміз, жазамыз, жарайсыңдар. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Мансұр, айта ғой, дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстар екіге бөлінеді. Қандай болып? Айта ғой, Нұрсила. Дауыссыз, дауысты. Жарайсың, дауысты, дауыссыз болып екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстарды қандай текшемен белгілейміз? Айсезім, тұра ғой, дауысты дыбыстарды қандай текшемен белгілейміз? Жарайсың, қызыл текшемен белгілейміз. Нұрила, дауыссыз дыбыстарды қандай текшемен белгілейміз? Орнынан тұра ғой, қандай текшемен белгілейміз? Қане, кім айтады? Дауыссыз дыбыстарды қандай? Айта қойсаңдар. Дұрыс, көп текшемен белгілейміз. Қолымызды алдымызға қойып. Жарайсыңдар балалар. Біз өткен сабақты миға шабуыл әдісі арқылы есімізге түсіріп өттік. Ал жарайсыңдар балалар. Бүгін енді біз П дыбысы мен әріпімен танысатын боламыз. П дыбысы бүгін бізге қонаққа келіп отыр. Енді біз П дыбысы жайлы біліп үйреніп отырайық. Мына көріп отырғанымыз бізді П дыбысының үлкен және кіші белгілері. П дыбысы қатар, дауыссыз дыбыс. Айтқанда ерніміз бір-біріне тиіп, кедергіге ұшырап айтады П дыбысы. Сондықтан дауыссыз дыбыс. Көп түсті текшемен белгілейміз дауыссыз дыбысты. Ішінде П дыбысы бар, немесе П дыбысынан басталатын қандай сөздерді білесіз? Жарайсың, ұшақ, дәптер, кітап, жарайсың балалар. Жарайсыңдар. Қарта.
Ayşe'ler. Bunda suret verilgen. Suretten neni görüp durmaz? Neni kadar yaptırmaz? Yerga türlü suret verilgen ya. Yerga türlü suret verilgen. Birinci suretте hazırkı biz görüp жатқан zamanaviy uy verilgen. Al ikkinchi suretте neni görüp Kiyaz uyda görüp durmaz. Endi o'sinin ishinde, o'sha ikki suratning ishinde ko'rsatilgan suratlardan ko'p var suratlar bormi? Ko'p bo'lsa kezlasa. Yo'q, suratlar ichida kitoblarda berilgan qo'y. Ayta qo'ysalar. Harflar, doğru so'zni qayerda kezlasidir ko'p bo'lsa. Basında kezlesidir, jaraysiz. Qanday suratlar? Pir diye, jaraysiz, pir diye. So'sin da qanday suratlar ko'rsatamiz? Yo'q, mana tek bir suratda solishtiramiz. Ayta qo'ysalar, ayta qo'y. Durus, bir degan so'zda bo'lsa kezlesiz. Екінші суретте нені көріп тұрмыз? Портрет сөзін буынға бөлейікші. Портрет емес. Портрет. Портрет. Неше буын болды? Буын болды. Екінші келесі сурет қандай сурет? Jogar
жарайсың, керемет. Асықпай, әдемілеп жазамыз. Тамаша, әдемі. Бірінші баспамен басып аламыз, астына тағы жазамыз. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар, керемет. Тамсаңдар. Жоғарыдан төменге қарай, және көлдене, одан қайтадан төменге қарай жаздық. Біз үш таяқша арқылы П дыбысымен әріпті жазуды үйреніп жатырмыз. Тамсаңдар, қойын. Басымызды кішкене көтеріп жазамыз. Денемізді тік ұстап, түзу отырып жазамыз. Дәптерімізді түзу, аяғымыз өзіміз түзу, басымызды көтеріп отырып жазамыз. Әне болдық па? Болғандарымыз қайта балдар бізге жетіп басып, кішкене ғана болды. Апай болдым. Жарайсыңдар. Апай болдым. Отыр, Алихан, отыр. Өзім барып көрем, отыр. Жарайсыңдар. Қаламдарымызды алдымызға қоямыз. Қане, жас болса қаламымызды алдымызға қоямыз қаламдарымызды. Қане, бәрі жас болдық па? Жанболат. Болғандарымыз қаламды алдымызға қоямыз. Бәріміз жазып болдық па? Қане орнымыздан тұрамыз. Орындықтарымыздың жанына тұра қаламыз. Қап түзу болып тұра қаламыз. Орнымыздан Yeah.
Tez qo'l. Mine bolalar, bugungi o'tgan qonunimizga baylanishda bizga qiz degan so'z berildi. Biz so'zni dibosni tanlov jasaymiz. Dibosni tanlov jasavni bilamizmi bizga? Davusli және davussiz diboslarga baylanishda ko'p және qizil tekshirilgan belgilaymiz. Mana shu yerda bu dibosni qanday bo'lsa ekan? Qanday Davusuzlar тобына kitob so'zini berib, dibosni tanlov jasaymiz. Ikkinchi davusuzlar тобына kitob so'zini berdim. Uchinchi ariflar тобына asbashi so'zini berdim. Qani o'rtaga jinolarimiz davusli, davussiz diboslarni ne istaymiz? Tekshirishlarni belgilaymiz. Ayşe kel, canımdan Mana aslında ko'rsatilgan qo'y. K diboslar qanday dibos? K dibosi. Birinchi dibos qani shunday qilmayman, birinchi tekshirgan. Do'maloqda belgilarga kelamiz, aynasini qo'zg'atgan. Aynasini qo'zg'atgan. Ikkinchi qanday turgan ajaqda? B dibosi demak qanday tusgan belgilanadi? Nega qizil tusgan belgilayapsizlar? Qizil emas, davusli, dibos deb aytasizlar. Aytasiz, sen o'zingni to'g'ri olasiz. Senlarning to'g'rini ol. Qani? Qanday to'g'ri o'zimizning so'zimizni, suratimizda olib chiqib qo'rqaymiz. Bitgan to'pdan o'z so'zimizni olib chiqib qo'rqaymiz. Sharalaysizlar. Bitgan to'pni ne istaymiz? Bitgan to'pda shapalaq uramiz. Tek yelib shapalaq uramiz bo'ldi. Bitgan kel, davusizlar bo'ldi. Kel, olib chiqib kim qo'rqaydi? Suratda olib chiqib qo'rqaymiz. Kelavay. Jamila o'rnini oldi. Suratni beramiz. Sizga 70 to'ptaroq ko'rsatib turamiz. Qanday so'z berilgan ekan? Qaraymiz. Qanday so'z berilgan? Surat. Qolgan to'plar ko'rsatamiz. Kitob so'zi berilgan ekan. Endi sen aslida sol arifga baylanishda ne qo'yib chiqdinglar? Tekshirib qo'yib chiqqan ekansizlar. Endi o'zi tekshirib qo'yilgan tekshirsa durustmi? Ikkinchi, uchinchi to'plarni qarab o'tiramiz. Qani? K dibosi, davus
Жақсы орындап тұр. Жарайсыңдар. Дауыссыздар тобына бір жұлдызша. Жарайсыңдар балалар. Келе ғой екінші дауыссыздар тобы. Жарайсыңдар балалар. Топтың жұмыстары жақсы орындалған. Жарайсыңдар балалар. Міне екінші топ суретімізге қараталы. Қане, қалған топтар қараймыз. Айша, Раяна. Қалған топтар қараймыз. Раяна, Айша, қараймыз. Бізге дауыстылар тобы өздерінің бүгінгі тапсырмасын топтық жұмысын алып келіп отыр екен. Қане, айта ғой өзіңнің тобыңның орындаған жұмысын сізге айта ғой. Бірінші қандай дыбыс тұр? К дыбысы тұр екен. Қандай түсінбей білетіндер? Себебі К дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Дұрыс па балалар? Екінші келесі ары кетеді. А дыбысы. Қалғанымыз тыныш отырамыз. А дыбысы қандай дыбыс? Дұрыс. А дыбысы дауысты. Р дыбысы. Дауыссыз. Р дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Одан кейінгі Р дыбысы дауыссыз дыбыс. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Одан кейінгі О дыбысы. О дыбысы қандай дыбыс? Дауысты. Дұрыс. Одан кейін П дыбысы қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады дейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Екінші дауысты дыбыстар тобы да бізде жақсы орындап шықты тапсырмасын. Қане, дауыстылар тобы да келесі, келе ғой. Кім тұрған үшінші топ? Әріптер тобы. Қане, суретіңді беріп қарата ғой. Қайда ғой енді? Дауысты дыбыс дейді. Дауысты дыбыс па балалар? Дауысты екен. Дауыссыз дыбыс. Дұрыс. Қалған топтар қарап отырамыз. Дұрыс, дауыссыз дыбыс. Дауысты дыбыс. Даусыңды шығарып айта ғой. З дыбысы қандай дыбыс екен балалар? Дауыссыз дыбыс. Нешелер? Басыңды көтеріп. Дауыссыз. Ы дыбысы дауысты екен. Жарайсыңдар балалар. Біздің әріптер тобымыз да тапсырмалары жақсы орындап шықты. Жарайсыңдар балалар. Әріптер тобында тапсырмалары жақсы орындады. Оларға да біз жұлдызша береміз. Жақсы жатамыз.
келе қой, Мағжан, келе қой. Орнымызға отыра қаламыз, түзу бол. Ала қой, Мағжан, ала қой өзің. Балдарға көрсет, қандай әріп алып тұрсың? Атын айтамыз, алған әріпімізді. Қане, бұлай көрсетеміз. Қандай дыбыс екен бұл? Дауыссыз, дұрыс, дауыссыз. Әріптің аты қандай әріп екен? М дыбысы дейді. Дауыссыз дыбыс екен. Дауыссыз дыбыс болса, мұны қандай текшеге саламыз? Қандай түсті текшеге саламыз? Дауыссыз дыбыстарды. Дұрыс, көп түсті текшеге саламыз. Айша есімді келе қой. Айша. Айша есімді көшет мына жаққа. Қандай дыбыс алды? Қандай дыбысқа жатады ол? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты дыбыс екен. Қабат, саламыз. Қай киіз саламыз? Дауыстарды киізіне саламыз. Келе орындай берген. Алған дыбысыңды көрсетеміз. Қандай дыбыс екенін айтамыз. Көшет балдарға. О, дыбысы дұрыс. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты дыбыс. Жарайсың. Қай яшыққа саламыз құдай берген? Дауыстылар яшығына саламыз, е? Қызыл дауыстылар яшығына саламыз. Жарайсың. Айша, келе қой. Көшете қой. Қай? Көшела. Дыбысы дұрыс. Жарайсың. Қандай дыбыс екен ол? Дауысты дыбыс. Қай текшеге саламыз? Қызыл киіз үйге салады екенбіз. Келе қой Жанар. Қандай дыбыс екен? Қандай дыбысқа жатады ол? Қызыл. Дұрыс. Қызыл. Қандай дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты дыбыс екен. Жарайсың. Дауысты дыбысты текшесіне саламыз. Айтасың шағыл. Көрсете қой, алған әрпімді бізге көрсете қой. Кім зерек екен? Бәріміз қарап отырайық. Кім зерек екен? Қандай әріп? Айтасың. О, дыбыс екен. Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауысты дыбыс. Жарайсың. Дауысты дыбыстарды біз қандай киіз салып жатырмыз? Қызылға. Жарайсың, апарып сала қой. Заман, келе қой, кел. Келе қой, мына жерде бір әріпті аламыз. Оқушыларға көрсетті. Қай дыбысты аламыз? Ала қой. Жылдам аламыз. Жылдам аламыз. Қандай дыбысы? Л дыбысы. Дұрыс. Дауысты ма, дауыссыз ба? Алихан, келе
Evet.